сіздермен құрметті әріптестер, білім беру бағдарламасының негізгі мақсаты білім мазмұнының жаңаруымен қатар критериалды бағалау жүйесін енгізу және оқытудың әдіс тәсілдері мен оқу құралдарын қолданудың тиімділігін арттыруды талап етеді. Біздің бүгінгі алып отырған сабағымыз әлемнің 7 кереметті бөліміндегі Александра Шамшыраға тақырыбы. Ендеше сағат тілінің бағытымен қазір керемет сөзін тіркестіріп, бір-бірімізге жылы лебізімізді білдірейік. Мен сен керемет өнерлісің. Мұғалімсіз керемет мұғалімсіз. Тамила, сенің есімің өте керемет. Адель, сен керемет ақылдысың. Жақсы балалар. Ендеше көңілімізді көтерсек, ортаға келіп, мына қағаздардан өздеріңе таңдаған түстеріңді ала қойыңдар. Ендеше бүгінгі біздің өтейін деп отырған тақырыбымыз Александра Шамшырағы, ол әлемнің 7 кереметінің бірі, балалар. Онда аудио жазбаға назар аударып тыңдайық. Александра Шамшырағы. Александр Македонский Александрия қаласының негізін біздің заманымызға дейінгі 330 жылы қалаған. Алғашында бұл балықшылар тұратын шағын ауыл болатын. Уақыт өте келе сылақ түсіп қалып, ел сәулетшінің өз атын білді. Александрия Шамшырағы өз заманындағы өнер мен ғылымның ғажайып үлгісі. Балалар, Александра Шамшыраға қандай мақсатта салынды? Ерасыл? Теңіз жағасында кемелер жиі апатқа ұшырағаннан балықшыларға көмек жасауға мақсатында салынған. Дұрыс па балалар? Жақсы, жарайсың Ерасыл. Саған бір жұлдызша. Ең алғаш шамшырақтың құрылысын кім бастады? Аделя? Жақсы балалар. Ендеше бұл мәтін сендердің оқулықтарында бар, сол оқулыққа қарай отырып, осы мәтіндегі күрделі сөздерді, мына стикердегі кестеге толтыруларыңды сұраймын. Сабақта қолданылған әдіс тәсілдер стикердегі кесте, топтастыру, дербес пікір жазу, Повс формуласы, өзара топтық бағалау әдістері оқу мақсаттарына жетуге жұмыс жасайды. Табалдық ба? Күрделі сөздер бар ма екен? Жақсы. Ендеше біріккен сөздер тапқандар бар ма? Жақсы. Айлана оқиғы. Біріккен сөздер: жартас, шамшырақ, теңіз құдайы, қола мүсін, темір айна, шағын ауыл. Сендер баршаның орындарында ғой, ендеше тақтаға жұмыстарыңды іле қойыңдар. Ендеше тақтаға назар аударып, мына бір бейнематериалды тамашалайық. Айжан, саған не болды? Тізімді толтыра алмадың ба? Жоқ апай, мен толтыру емес, мына тізімге сыйдыра алмай отырмын. Сенің ойыңша әлемде кереметтің саны 7-ден көп пе? Иә апай, әлемдегі кереметтің көптігі сонша, мына тізімге сыйдыру мүмкін емес. Жақсы, сен онда өз жазғандарыңды айтып көр, біз тыңдайық. Әлемдегі ең бірінші керемет ол көру. Мен күн сайын анамды, әкемді, мына әлемді көріп оянамын. Сондықтан Мысыр пирамидалар менің көруімсіз ешқыны болмас еді. Ендеше көру ең бірінші керемет деп ойлаймын. Ал екінші керемет есту. Мен сіздің әрбір тәліміңізді естіп отырамын. Сол арқылы болашақ өміріме сабақ алудамын. Мен сізді жақсы көремін. Себебі сіздің теңдессіз ақыл кеңестеріңізді естимін. Сізге көп рахмет. Жақсы балалар. Ұнады ма сендерге видео? Жақсы. Ендеше мынандай тапсырманы жасайық қазір. Адами қарым-қатынаста қандай қасиеттерді 7 кереметке жатқызасыңдар? Оқушылар сабақ барысында тақырыпты шынайы өмірмен байланыстырып, даңқы әлемге жайылған кереметтердің адам қолынан шыққандығын, адами құндылықтардың маңызын ұғынады. Өз ойларын ортаға салып, ашық пікір білдіруге тырысады. Балалар, уақыт аяқталды. Ендеше жұмыстарыңды тақтаға келіп іле қойыңдар.
және де Серік Сәпиев атындағы спорт кешені. Бұл жерде боксқа үйренем деген адамдарды боксқа үйретеді. Және де бұл жылы сол жерде конкурс өтті. Бүкіл үлгілі үздік ансамбльдер жарысты. Оларды шетелден келген төрешілер бағалады. Көз арқылы күн шуағын көре аламыз, ата-анамызды көреміз, адамдардың бақытын және әлемдегі кереметтерді көре аламыз. Біз көре ала алатынымызға шексіз бақыттымыз. Балалар, сендер біздің күнделікті өзіміз бағалай бермейтін адам бойындағы құндылықтарды жеке-жеке алған екенсіңдер, иә? Ал дайын болсақ, топты бағалап жіберейік. Сонымен бірге бағалау критерийлері, тапсырмалардың дескриптерлері мен қарымтастырушы бағалау жүргізіледі. Жақсы балалар, ендеше біз сабағымыздың өн бойында атап кеткендегідей күнде байқай бермейтін бойымыздағы, жан-жағымыздағы, өз тұрып атқан қаламыздағы кереметтерімізді бағалап, құндылықтарымызды ескеріп, құнын біліп жүрейік.